Эм, эм, а, сағат деген 9 болыпты ғой. Бүгін хотя бы ерте тұр, нема. Так, опа. Салбарымызды бет киіп аламыз. Так, все. Шайық құрсын. Ой, не? Мынау не? Жеделдер сендер. Мынау не зат? Өздеріне аямайды заңы соғасыздар ма? Жодам, Ринго, қалайсың? Жақсы өздерің қойсыздар. Мынау не? Ринго, білесің ма, короче, яқтан үшін бір орда сауаты қойбыз. Салғандарыңды көріп тұрмын, бірақ бұл не өздерінің бастарына айнымайды екен? Короче, біздің базамыз вот, базамыз. База? База. Не аласыңдар оны? Короче, керек болады ғой, не аласың? Так, ішіне кіріп көруге болады жария? Вот, пока ежден сен жоқ, сіздер маған көмектесші одан да. Как, что-то кіріп шығайын. Что там іште қаласыңдар? Мынау не ойлашы? Окей. Так, менен не көмек сонда? Короче, база төбесіне, в общем, қорғанатын нәрсе салу керек яға. Қорғанатын нәрсе? Енді мен крипер не істеп жүрмеймін де. Кет бар. Окей, онда жетеді, как раз бүгін ештеңе істемей жүремін, как раз видео түсіріп болдым ғой. Так, все. Да, мен келсем, короче, да. Хеу, балтаны сәлем достар. Сіздермен бірге болмен регнат, что там қаласыңдар достар. Короче, достар, в общем, өздеріңіз көріп тұрғандай, бүгінгі видеода біздің жеделдер, короче, осындай нәрсе салыпты. Давайте, в общем, осыларға енді көмектесейік. Как раз бүгінгі видеода менде креатив режим бар, сондықтан да мен осыларға көмектесіп жүрсін. Давай бастайық онда. Так, бізде бірінші наяқта жеделдер строительный, короче, заттар керек болады. Ол строительный нәрселерді біз наяқтан аламыз. Так, біздерге қайсы керек болады, көрейбіз. Жоқ, керек емес. Одан да бет жасайық. Так, все, короче, төбесін үстіп шығамыз. Жеделдер өздерін қатыра берем, короче. Так, біздерге, в общем, наяққа не істеу керек. Так, короче, на жерден достар, қалай ойлайсыздар? Не салуға болады? Так, потом... Так, так, не жер, қандай жерден басасақ болады? Так, короче, в общем, на жерде, біз жерде, в общем, не зат бар наяқта? Так, мынаны алып алайық. Мынаны алып алайық. Так, пока достар, біздерге мынау керек болады. Так, опа и опа. Жоқ, басы наяқта ғой, маған креатив, мынау сағаты керек емес. Ойбай. Жеделдер не істеп тұрсың аяқта? Не істеп тұрсыңдар? Мақұл, жарайды. Мыналарды бет істеп тастайық. Так, все. Мыналардан ұят болды ғой. Мыналар не яқып тұр, тупой мыналар. Так, біздер патон аяғында болғаннан кейін, так, 1, 2, 3, 4, 5. 5 болды. Так, біздерде осылай болады. Так, нашет бет сай жүреміз. Жеделдер рейджмеңдер, жеделдер неғып тұр қабырғада. Так, енді так, біздерге керегі, енді, так, достар, біздерге не керек? Ойларыңызды комментке жазып кетіңіздер, келесі бөлімде жалғасын шығаратын боламын мен обязательно. Бізге автомат пушкалар қажет болады, по идее. Так, айтпақшы достар, охранниктер керек болады. Барлық фантазиямды достар қосып жатырмын, короче, менше. Так, бұл жеделдерді алып, мынаяққа копировать етіп алу керек. Короче, мынаяқта бір жедел тұр ғой. Так, и бит жауып тек. Так, и мынаяқтан типа охранить етіп тұратын жеделдер болады арасында. Опа, все. Біздерде охранить ететін жеделдер бар. Жеделдер, короче, сендер осыяға случай жететін осыны, короче. Енді біздерге керегі мынау не зат, мынау? Мынау керек нәрсе екен, не? Достар, короче, бүйтейік, мынаяқтың ортасын бүйтіп бөлеміз. Оняқтың ортасын бөлеміз. И потом біздерге жеделдерге бүйтіп сап береміз. Айбай, өзім не істеп қалдым? Опа. Так, енді
Опа. Так. Мынаны бүйтеміз. Все, достар, короче, біздерге осылай. Так, мына жерлерді енді жауып тастайтын шығармыз. Мына жер керек емес. Енді слишком көбейеді. Біздерде күн батып жатыр. Біздер таймсеттай жазып аламыз. Короче, в общем, жоқ, мына жерді ашып қою керек. Иә. Все, былай, короче, кіреміз. И все, біздерде жетелдер, короче, в общем, бүйтесіңдер. В общем, ше, типа, база болғаннан кейін төбесіне бүйтіп сырттан шығып жүрмейсіңдер, іштен былай қарай, в общем, шыға қаласыздар. Окей, короче, енді біздерге так, біздерге тағы да бір бәлек керек. Так, достар, короче, в общем, енді наяқта біздерде мынандай басын оқып қоямыз, а. Все. Тұтанам. Кішкене былай қарай қойық. Все. Типа, қорқынышты болу керек та. Потом, мен наяқа шетке керек емес. Шетке былай. Я, осылай енді керек болады. Енді біздерде, достар, короче, детель. Наяқа кілтті қой, наяқта кілт керек болады. Сендер есіктерін ашып, жауып жүруге. Потом біздерде деген, короче, артынан ұзбық шығасы ренжімеңіздер, достар. Енді үйде жалғыз емеспін деген әңгіме ғой біздерде деген. Так, енді, достар, біздерге не керек болады мына жерге, а? Так, мынау жерге керек болады. Так, в общем, так, осыяға мынандай сеткалар қойып шығайық. Мынаны алып тастайыншы. Керек болмайды. Так, в общем, опа, жоқ, достар, мынандай керек емес екен, одан да осындай нәрселер қойып шыққан дұрыс секілді. Өйткені деген так, все. И на шетке. Все, достар. И бізде былай қарай, в общем, давайте так, не істесек болады мынау. Все, осылай тұра берсе де болады. Енді бізге не керек? Бізге так, мына жерден пушка керек болады. Ол бірақ пушкаларды қайтын аламыз. Так, короче, жетелдер, ящик с оружием. Бұл, короче, сендерге, в общем, міне, наяқа жинақ қоям. Міне, үшеу. Короче, ішінде оружиялар бар, жетелдер абайлап қолданасыңдар ғой, абайлап қолданыңдар, я. Все болды. Все. И потом біздерде ракета, мынау бар, сендерге не керек өзі? Так, наяқтан сендерге бір создавать етіп беретін. Короче, наяққа калаш бар. Отаға тастаймын, өздерін бөліп аласыңдар. Енді сол для улучшения, ондайға ештеңе жоқ. И потом біздерде сетка лес дейді. Сетка лесі біз... Так. Тұта. Все, үстіп. Енді, достар, біздер наяқты құрастырып шығатын боламыз. Давайте, достар, лайктанды басында мына жетелдер деген красавчиктер осындай өздері бір бәл істеп жатыр. Енді бір ауылдан болғаннан кейін, достар, біздер көмектесуіміз қажет емес. Біздерге енді қазақпыз. Бірақ жетелдер қазақ емес қой. Бұл Майнкрафт. Так. Наяқта 2 блок. Все, короче, енді біздерге налардың базасын кәдімгідей улучшать етіп беру керек. Деген бұлар біздің жетелдер, ал жетелдер біздің достарымыз. Сондықтан біз достарымызға әрине осыны істеп беруіміз қажет емес па, я? Так. Так, келесі істеп берерім мақұл. Короче, еман, все, осындай болды. Еман, аналардың көп четко болды ғой. Так, достар, короче, қалай болды жетелдердің базасы? Сіздерге ұнады-ұнамады ма, әрине мен білмеймін. Достар, короче, сіздермен бірге болған бұл мен Ринат. В общем, достар, жетелдердің базасы қандай болды? Комментке жазып кетіңіздер. Давайте, пока-пока. Чау.